Атың кім сен? Бағымжан. Бағымжан, сен бальзамдар іштің ба? Иә. Қандай бальзамдар іштің? Smart. Қандай? На Vitality. На Vitality. На Люкс. На Vitality. Перфект іштің ба? Мынандай іштің ба? Мынандай қоңыр. Иә, іштім. Сен бір жерің ауыратын ба еді? Иә. Қай жерің ауыратын еді? Азым сөйлей алмайтынмын. Қазір сөйлеп кеттім. Сен сөйлей алмайтын ба едің? Иә. Қанша жасыңға шейін сөйлей алмадың? Қалай сөйлей алмайтын ең? Бір сөзді да қазір айта алмайтын ем. Қанша жасыңда сөйлеп кеттің? 6. Қазір қаншадасың? 6. Ең сөйледің ба? Иә. Молодец, сен қанша жыл іштің? Көп күндер іштің ба? Иә. Кім берді саған бұл бальзамдарды? Мама. Мамаң аты кім? Динара. Мынау кісі ғой. Алдында не болған? Динара ханым. Динара ханым. Алдында не болған еді бұл балаға? Мен балам есімі Бағымжан. Бағымжан деп атын атай алмай қалған. Сөйлейтін бе еді? 4 жасымда, сөйлей алмайды, кәдімгідей тұтығып, 4 жасымда вообще сөйлей алмай қалды. Сонымен өзім спонсорым Гүлнар Тоқсанбаева назначение берді. Әр 30 минут сайын Динара ханым смарт бере беріңіз деді. Бұл өзі 15 минут сайын, 10 минут сайын, 20 минут сайын сұрай берді. Қанша сұрады, сонша бердім. Сен қолмен сұрайды ма? Жоқ, айтқанда бүйтеді ғой. Бағымжан деген қайтып айтатын ең, сен сөйлей алмайтын кезінде айтып берші. Сөйлей алмайтын, солай деп күрсініп кетеді ғой, жаңағы шаршап кетеді. Сонымен осы смартты ішудің арқасында 4 күннің ішінде Бағымжан өзінің атын айтты. 4-ақ күн. Қазір күшті сөйлеп тұр ғой. Енді қазір қайтып айтасың атыңды? Бағымжан. Молодец. Тақпақ айтып жібереді. Күшті қалды ма? Ақ сақалды, таяқты, қалың қырауы, қабақты, аязата аямай, сізге сыйлық таратты. Молодец. О, бұл тренд.